Қайырлы күн достар, сіздермен мен Әйгерім. Бір жасағаннан жұмсақ болып шығатын, ешқандай сүтті қажет етпейтін рогалики булочкаларын жасайтын боламыз. Кешкі немесе сағат 5-кі шайға керемет дәмді, ерекше болатын болады. Ол үшін ыдысымызға бір ас қасық суымызды, тұзымызды, қантымызды және де бір шай қасық аштығымызды салып, жақсылап араластырып бір шетке қойып қоятын боламыз. Одан кейін ұн илештен өткізілген ұнымызды және де сары майымызды бөлме температурасындағы алып, ұсақтап, майдалап осылай крошка дайындайтын боламыз. Одан кейін барып қаймағымызға қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қаймаққа қантты өз қалауларыңызша, қамырларыңыз тәтті болсын десеңіздер, тәттілеу қоссаңыздар да болады. Осылай жасаған крошкамыздың үстіне ортасын ашып, қаймақ пен қантымызды салып, одан кейін дайындап қойған аштығымызды салып, ең алдымен лопатаны көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығатын болады. Дәл осылай видеодағыдай жақсылап илеп, үйін қандырып илесеңіздер, және де қамырларыңыз жұмсақ болып шығатын болады. Осылай 20 минутқа қойып қамырларыңызды 20 минуттан кейін алып жасай берсеңіздер болады. Менде жарты сағат тұрды. Жарты сағат тұрған қамырымды алып, кішкене ұн сеуіп жіберіп, 2 бөлікке бөліп, жасайтын боламыз. Бір бөлігін бөлек алып қойып, екінші бөлігін жайып алатын боламыз. Мен толық рецепті описанияда жазып қалдыратын боламын. Төменде описанияға кіріп көрсеңіздер болады. Осылай жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Дәл видеодағыдай. Бөліп, осылай дөңгелектетіп орап шығатын боламыз. Ішіне салмасын салып істесеңіздер де болады. Жұмсақ, өте дәмді болып шығатын болады. Ұзын болып кетпес үшін осылай екі шетін ішке қарай қайырып барып жасасаңыздар болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Барлығын осылай орап шығамыз. Противеньге жайғастырып алдық барлығын. Үстінен жұмыртқамызды жағып шығатын боламыз. Барлығына біркелкі етіп. Осылай жұмыртқаны жағып болғаннан кейін алдын ала қыздырып дайындалып қойған пешімізге барып пістіріп алатын боламыз. Қып-қызыл болғанша, қызыл түске енгенше пістіріп аламыз. Рогалики пісіп шықты. Өте жұмсақ, дәмі де өте керемет, тәтті болып шықты. Кешкі шайға өте керемет болып шығатын болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.